Попсилардың түске кіруі. Бұрынғы күйеу, бұрынғы жігіт, әйел, қыз түске кірсе, ол жалпыға бірдей жорылмайды. Бірінші оларды топқа бөліп аламыз. Қазір жұбы барлар және жоқтар. Және ажырасқанына немесе айырылысқанына неше жыл болды, соған қараймыз. Жігіт, қыз бұл түсті көрсе, былай жорылады. Мен сен алам, мен саған тием деген байлам болған болса, осы екі себеп үшін оны өмір бойы түсіңде көріп өтесің. Алдын видеода біз талғамның бір болуы, биологиялық жақындық деп айттық. Оның бәрі махаббатқа кіреді. Және түсіңде бұрынғы қыз, жігіттің телефонмен кіруі, олмен байланыс орнайтынын білдіреді. Сенің үйіңе келсе, ол сенімен араласуды қалайды, сенімен оған жақсы болғанын білдіреді. Ал қазір тұрмыстағы бақытты әйел, бақытты ер, адам вообще түсінде көрсе, басқаша жорылады. Қазіргі күйеуіне немесе әйеліне ренжіп қалғанынан, көңілі суи бастағаннан көреді. Немесе өткен өмір болған үшін көресі жай. Және екінші отбасы болғанның белгісі бұл. Яғни екінші рет мүмкіндік алдың, әйел немесе күйеу болуға. Әрине бұл жорулар, егер өткеніне махаббат бар, қазіргіңе жоқ болса, басқаша жорылады. Бұл теманы негізі жалпылама айтпай, жеке басында осы жағдай бар адаммен ашықтап жорыған дұрыс.